Ассаламу алейкум, қадірлі заманласлар. Hər bir халықтың өзінің рухи дүниясы, мәдени байлығы бар. Қарақалпақ фольклоры өз алдына бейбаһа қазине десек, асыра айтқан болмаймыз. Ауызекі халық дөретпелеріміздің тілі һәм уақияларының баянлануы өзіне тәнлікке ие. Халықтың милли өзгешелігін өз бойына жәмлеген шығарма болып, инсанға рухи күш-қуат бағышлайды. Дасталларымыз жүда ерте дәуірлерде дөреген, әр бір дастанның дөретушісі, авторлары болған. Зертлеген мағлуматларға қарағанда дасталларды жырлаушы һәм шайыр, һәм жырау болған деген деректер бар. Сондықтан да дасталлардың мазмұнына әтібар берсек, ертедегі уақиялар, халықтың арзу арманлары, қияли хадиселер сөз етіледі. Дасталларда халық тілінің рауажланып баруын көруге болады. Кем-кем заман ағымы менен жыраудан жырауға өту арқалы да жүда ескі сөзлер жаңарып, қалыплесіп келе берген. 100 томлық фольклорымызды қызығушылық пенен ашып нәзер салар екенбіз, ата-бабаларымыз біз әулядыларына гөнер мейтұғын рухи байлық қалдырып кеткеніне қайыл қаламыз. Еле біз оқып үйренбеген дасталлар саны қанша дейсең. Ертеде, әйем заманда, жарға соғып бархулла, қалқ езілген табанда, күші жеткен қолайлап, сұғанақ қолы жағамда. Аса күшлі адам жоқ, байқап көрсем сағамда. Деп басланатығын тарихи мағлуматларға бай Аманбай батыр дастаны хақында сөз етпекшіміз. Аманбай батыр дастаны анық тарихи уақия текарында дөретілген шығармалардың бірі. Бұл дастанның жүзеге келуінде біздің әдебиятымыздың ірі уәкілдерінің бірі Жиен жырау Аманлықұлының да қызметі бар екенлігі есленеді. Өйткені бұл жыраудың бұл шығармаға қатынасы оның Аманбай батырмен дос болуы, заманлас болуы һәм сол уақияларды көзімен көргенлігі шығарманың дөрелуіне себепші болған. Ал енді уақияның өзіне келсек, бұл 17-ші әсірдің басында осы Аралбой аймағында жүзеге келген. Бұнда Аманбай батырдың тек қана Әфуай батыр сыпатында емес, әскербасы, сәркәрда сыпатында қатынасқанлығы хақында аңыздар бар. 60-шы жылдары біздің ілімпаздарымыздың тарапынан арқа районларымызда Шоманай, Қоңырат, Мойнақ тәріплерде болған экспедиция ағзалары Аманбай батыр хақында бірқанша мағлұматлар жазып алған. Әм бұл мағлұматтар қазіргі уақытта біздің Ілімдер академиясы Қарақалпақстан бөлімінің ілми кітапханасының қолжазбалар қорында сақлаулы. Аманбай батыр дастанындағы бірқанша уақиялар қазіргі уақытта ұмытылған, бірақ соған қарамастан соңғы уақытта біз халық арасында болып, және де бірқанша мағлұматлар жинауға миясар болдық. Аманбай батыр міне өзі осы дастанда сөйлену бойынша Аманбай батыр шығарманың ақырында қазаланғанлығы хақында айтылады. Текарында Аманбай батыр бұл уақиядан кейін ауыр жарадар болғандықтан ағайындылардың арасына қашыртылып жіберілген. Қазіргі уақытта Аманбай батырдың әулетлері Түркістан қаласында, соның дөңгелегіндегі Жылыбұлақ ауылында жасайды. Тарихымыздағы ақтаңғылақ уақиялардың бірі де осы Аманбай батыр дәуіріне тиесілі болған біздің шежірегіміздегі ашық бетлер. Өйткені бұл өз алдына ізетленбегендіктен де әзірге шекем дастанның дөрелі уақытында анық бір ізетлеулер жүргізілмей жатыр. Өйткені бұл бойынша мағлұматлар тым аз. Лекін біз халық арасында жинаған аңызлар текарында бұны толықтыратұғын дәлелдер таптық. Бұл уақиялар 1726 жылдардың шамасында болып өткен. Өйдейтұғынымыз 1707 жылы Қиуа тақтына Қарақалпақ төрелерінен Жәдігер деген сұлтан отырады. Міне сол Жәдігерден кейін Шерғазы хан келеді. Міне сол Шерғазы хан қырдан келген төрелердің әулетлері болады да, бұлар менен тақ таласы, өзара тартысулар, әрқилы келіспеушіліктер жүзеге келеді. Осы жерде жергілікті халықтың мәпі де көзделенеді. Осы мәселелер Аманбай батыр қатынасқан көтерілістің келіп шығуына себеп болады. Бұл уақия халық аңызлары бойынша Құсқанатау атрапында болған, сондай-ақ Орыс Қыпшақ қаласының тұсында болған. Міне осы жердегі уақиялардан кейін бұл атрапта бұрыннан жасаушы халықтардың бір бөлегі көшіп кетуге мәжбүр болған. Олардың әулетлері қазіргі уақытта Қашқадар тәріптері жасаса, Аманбай батырдың әулетлері Түркістан қаласының дөңгелегінде жасайды.
Міне Аманбай батыр бұл дәстанның дөреуілінде жен жыраудың орны болатын себебі осы көтерілістердің ішінде жыраудың өзі де қатынасқан. Аманбай батыр дастаны қызықлы уақияларға толы. Жырлаушы жыраулар бұл дастандағы батыр образын күшейтіп беру мақсатында сөзді көркемлеп жеткеруге әрекет еткен. Оқып отырып батыр тұлғасын һәм халықтың тұрмысын көз алдыңа келтіресең. Халлас ұрған жүрегі, дұшпанға найза болады, қырқы бірден күш қосып Қарақалпақты қомлады, қалайық шулап беріліп бәрі соған құлады, бай залымлар сескеніп қайғыдан жүзі солады. Бұған қарсы тұрғалар пайманасы толады, қанатлы құсдарымыз қияға жоллар салады, жауызларға қол сұғып керек затын алады. Халыққа қарсы беймәлел қозғылларды талады, қисық пенен тентектің қабығын қыршып жонады. Осындай қатарлар менен батыр тұлғасы сөз етіледі һәм өз елін сыртқы жауға жауратпай қорғау әрекетлері тарифленеді. Дастан дөреілгендегі дәуірде көптеген тарихи уақыттың өтуімен әстақырын ұмыт болғанменен, осы Аманбай батыр хақындағы жақсы көзқараслар, Аманбай батыр туралы мағлұматлар халықтың кеуілінде жасап қоядыр. Хәтте Аманбай батыр дастанынан үзінділер балаларға арналған термішілер түрінде де атқарылады. Термішілердің өзгешелігі бұл баланы бесіктен шешіп алғаннан кейін аталар, үлкен кісілер алдына ақылықларын алып, жырау жолыменен толғанып отырып жырлаған. Міне осы термішілердің бірінде Аманбайдың алаты, қолтығында қанаты, Аманбай жауға кіргенде жарқылдайды пулаты, Аманбайдың алаты, дарқадай айбаты, жауды көрсе жайнайды, ауызлығын шайнайды деген қатарлар осы терміш түрінде айтылып, бүгінгі әулеттен әулетқа жетіп, халықтың санасында сақланып келеді. Соған байланысты дастанның көптеген уақиялары да айрым-айрым үзінді түрінде де өз алдына жырланады. Бұның себепшісі өз дәуірінде дастанның кең таралғанлығын көрінісі. Бұл жен жыраудан кейін Палман жырау 19 ғасырда жырлаған жырауларымыздың бірі, Татылбай жырау деген жыраулар атқарған, Батырбай жырау деген атқарған. Енді 20 ғасырдың басында қияс жырау арқылы дастанның тағы варианты жазып алынып, бірнеше мәрте баспадан шықты. Дастандағы біз қазіргі халықтың арасында айтылатын үзінділермен салыстырғанымызда бұлардың бір-бірін тәкрарламайтын куәсі боламыз. Өйткені бұл сол уақытта вариантласып үлгергендігінің куәсі. Әр бір дастанда ескі қалалардың, жерлердің, халықтың күн көріс тұрмысында ұслап тұтқан бұйымларының атамаларына байланысты ескі гөнерген сөзлерді де көплеп ұшыратамыз. Лекін бұл сөзлер жүда көркем һәм көп мәнілікке ие сөзлер болып, дасталарымыздың мазмұн мағынасын байытып тұрады. Аманбай батыр дастанның тілі бай, көркем, оның ішінде бір қанша жер атамалары, тарихи сөздеріміз ұшырасып отырады. Солардан атап өтетін болсақ, Сасқала, Жанкент деген біздің халқымыздың тарихында орны бар жер атамалары жиі қайталанып тілге алынады. Өткені бұл жерде де ұрыстар болып өткен, бұл жерде де халық топланып, сондай ұйымшылдықпенен бірлескен. Міне Сасқала қазіргі уақытта Тақта көпірдің арғы жағында тұрған мәкаларымыздың бірі, тарихи орындарымыздың бірі. Кейінгі заманlarda бұл қаланы Шерік Рабат дейді, халықтың тілінде Шерік Рабат деп жүріпті. Текарында әскер қорғаны деген мәністі білдіреді бұл сөз. Шерік деген бұрынғы уақытта әскер дегенді білдірген. Соның менен бірге Жанкент. Жанкент енді ерте оғызлар заманынан бергі белгілі қалаларымыздың бірі. Пайтақт қызметін атқарған Жаңакент деген шәһәр тарихта Яңакент, Яңгыкент, Жаңакент түрінде бұл сәуленіп қалған. Сондай-ақ дастанда атқарылатын сөздерге келетін болсақ, бұлардың барлығында бүгінгі тұрмысымызда қолданылмайтын лексикамызға тән сөз бірліктері болып табылады. Осылардың барлығы да бүгінгі әулетті біздің тіліміздің тарихын үйренуде айрықша әһмиетке ие. Сондай-ақ дастанда қазіргі тұрмысымыз үшін тән болмаған барымта деген сөздер қолданады. Мәселен, барымта бұл бұрынғы уақытта өш алу мақсатында орынданатын бір қарақшылықтың түрі болған. Бұлайынша халықтың аузында ұрлықтың үлкені барымта, кішісі сырымта деп айтылады. Лекін барымта енді ұрлық емес, бұл кек қайтару мәнісінде істетілген. Сөйтіп
малларын айдап кететұғын болған. Сол арқалы өзлерінің өшін алған. Бұл сол дәуірдегі тұрмысқа тән нәрсе жиі қайталанып тұрған. Соның себебінде бұл тілдік сөздік қорымызда бұл қалған барымтадан қорыққан, мал жимас, шегіртке деген қорыққан, егін екпес деген нақылдардан осы сөзбенен байланысылы. Дәстанның кейінгі қият жырау тарихынан жазып алынған вариантында халық арасындағы сақланған тарихи уақиғалармен сәйкессіздіктің де бар екені байқалады. Міне дастанда жаңағы сөздер, қолданылған сөздер бұл сол дәуірде де, кейінгі дәуірде де істетілгенлігі атап өттік. Лекін дастандағы айырым уақиғалар тарихи шындыққа сәйкес те келмейді. Өйткені бұл жыраудың өз тарапынан қосылған екенлігі белгілі болып тұрады. Мәселен, Құлман батырдың, Шопырық батырдың, Байман батырдың, Сайман батырдың, басқа да батырлардың бұл тілге алынуы соңғы дәуірдегі уақиғаларменен бұл дастанның байытылғанлығының белгісі. Бұл батырлар, біз атап отырған батырларымыз Ерназар Алагөзінің бастаған көтерілістің қатынасушысы болған. Халқымызда бұл бойынша да өз алдына айтылатұғын әпсана аңызлар бар. Мәселен, батыр десең Байманды айт, садақ алған Сайманды айт, бәрін айт та бірін айт, Шопырық пенен Құлманды айт дейді. Бұл батырларда кейінгі дәуірлерде өзінің тарихтағы орны болған, һәм осы батырлардың әрекетлерін бір-біріне байланыстыру үшін, батырлық қасиетті күшейту үшін, һәм осы уақиғаларды ұмыттырмау үшін жырау тарапынан бұл қосылған кейінгі қосылмалардың бір екенлігі, кейінгі дастанға кейін қосылған қатарлардың бір екенлігі осы аңласылып тұрады. Бұл әлбетте жыраудың шеберлігі, жыраудың тарихи уақиғаларды сақлау арқылы соларды тұтастырушылық қабілетті дастанға сіңдіргенлігінің белгісі. Бұл барлық дасталар үшін, барлық эпикалық дөретпелерді дөретушілер үшін тән нәрсе. Сондықтан да басқа жырауларымыз бірнеше дастанды циклларға бөліп, оларды тұтастыру арқылы өздерінің бір мектебін жаратқан, өздерінің бір дастандар өтушілік жолын істеген, һәм осындай дасталардың ізлігін сақлаған. Әне Аманбай карвалларға қосылып, шөлде түйе тартып баратырып, зар-зар йығылап кеуліндеген айтып, қане не деп баратырған ұқсайды ау? Kış vergendiysen kanға pir bolsam, manga tay kelgendiye arslan şer bolsam, bul nasiyetimizge sağar kun var meken. Бұл dünya degenin bir ülken saray, Jer sözüne tanış bolsam aralay, Oramında kimler jarlı kimler var, Çalgan kılıp tanısar kun var meken. Var meken. Bir gün azap, 10 gün izzetke tatır. Ne türlü ermanlar
қасиетім болғаймын атақлы батыр. Хайбатымнан жау қорғар күн бар мекен. Бар мекен достарым. Аманбай батыр дастаны басқа батырлық дастанлардан өзінің уақияларымен ажыралып тұрады. Батырдағы баслы бағдар халықшылдық һәм ел арасындағы достықты бекемлеу ең тикарғы ұраны болып есептеледі. Аманбай батыр дастаны жүда көркемлігі, өзгешелігі менен өзіне тартатығын тілі тартымлы дастанлар қатарына кіреді. Һәм де сонымен біргелікте бұл дастанның басқа дастанлардан өзгешелігі сюжет орайында тек қана Аманбай батырдың батырлығы тұрады. Басқа дастанларда өзінің батырларымыз қалыңлығын ізлеп жолға шыққан болса, өз елінен кеткен болса, бұл дастанда баланың кішкене уақытынан бастап батырлығы мәлім болып, оның келешекте өзінің қанлығына дауагер болар деген қорқынышпенен баланы